Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен тефтел тағамның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Сәтті рецепттің бірі, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен күрішімізді өлшеп алып, жақсылап тұрып бірнеше қайтара салқын сумен жуып аламыз. Бірнеше қайтара жуып алдым. Енді осындай темір ыдысымызға салып, барлығын салып аламыз жуған күрішімізді. Сосын үстінен салқын суымызды құйып, газде шалып пісіретін боламыз. Газге қойдым. Міне уже шалап пісті. Қазір түсіріп қоямыз. Суы керек. Енді пиязымызды екіге бөліп, мантыға турағандай майдалап турайтын боламыз. Пиязымыз осымен дайын болды. Енді тартылған етіміздің үстінен салатын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Және дәміне қарай паприка саламыз. Өте дәмді болады. Паприка салсаңыздар. Енді асылған, шалап пісірілген күрішімізді саламыз салмамыздың үстінен. Енді қасықтың көмегімен жақсылап барлығын араластырамыз. Енді қолдың көмегімен қаттырақ мыжып біріктіреміз. Пиязымыздың суы шығып, жақсы дәм беретін болады. Енді бір дана жұмыртқамызды қосып, тағы да мыжып араластырып аламыз. Енді осындай бір таза ыдысқа әр фаршымыздан кішкенеден алып отырып, осылай алақанымызға салып, дөңгелетіп, формасын жасап аламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Тамақтың құрамын толықтай описанияда жазып кетемін. Сол жерден қарап аласыздар. Міне дайын болды. Енді табамызды қыздырып, кішкене май құйып, майымыз қызған соң кішкене тефтелдеріміздің барлығын аздап қуырып аламыз, айналдырып отырып. Қуырған себебім, кішкене осылай майға қуырып алсаңыздар, шашырап кетпейді. Өте дәмді болады, осылай қуырып жасасаңыздар. Қуырылып болды. Енді сүзіп аламыз. Қуырып болдық. Әлі де қалғанын қуырып алатын боламын. Енді пиязымызды екіге бөліп, сақина тәрізді қылып, осылай турап алатын боламыз. Пиязымыз дайын болды. Енді 1-2 сарымсақ қосып, оны да майдалап турап аламыз.
Сарымсақ тағамға өте дәм береді. Енді сәбізімізді үлкен терканың көзінен осылай жақсылап өткізіп аламыз. Енді қазанымызды қыздырып, ішіне май құйып, бірінші пиязымызды салып қуырамыз. Енді үстінен сәбіз бен сарымсағымызды салып қуырамыз. Бір ас қасықтай томатымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мына жерде мен бір стакан кружкаға бір ас қасық ұн салып араластырып құйдым. Видеоға түспей қалыпты. Сіздер солай жасаңыздар. Енді осының үстіне, соусын үстіне барлық тефтелімізді саламыз. Енді қасықтың көмегімен тефтелді жақсылап тұрып араластырамыз. Араластыра беріңіздер, қорықпай. Бұл қуырылғандықтан езіліп шашырап кетпейді. Қорықпай осылай араластыра берсеңіздер болады қасықпен. Аздап қайнаған су құйып, астын басып пісіреміз 40 минуттай. Міне біздің тефтеліміз дайын болды. Қасына гарнирға картошкадан пюре немесе күріш қойсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Сәтті шығатын рецепттің бірі, өте дәмді болады. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.